Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ әрі дәмді тәтті тоқашты қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: ұн, сүт, қант, сұйық май, жұмыртқа, ашытқы және де тұз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне қант, оның үстіне сұйық май, оның үстіне ашытқымызды және де жұмыртқа мен тұзды салып араластырамыз. Содан кейін ұнымызды кішкене бөліктен салып отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырды ұн сеуіп отырып, дәл видеодағыдай жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне ерітілген сары майды біркелкі етіп жағып шығамыз. Содан кейін үстіне қара мейізімізді сеуіп шығамыз. Қара мейіз тоқашқа өте ерекше дәм береді. Тоқашымызды дәл осылай орап, бірнеше бөліктерге бөліп, табаға орналастырамыз. Содан кейін бетіне жұмыртқа жағып, 190 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің тоқаштарымыз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет.